бұрын жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Біздің сериал 2 жыл қатарынан үздік мектеп атағын жеңіп алған үлкен орта мектептен басталады. Адамдар ол жерде өмір тыныш және тыныш деп сенеді. Бірақ кенеттен біз үлкен жылдамдықпен көлік жүргізіп келе жатқан баланы көреміз. Оның есімі Ханк. Ол мектеп директоры. Ол мұнда оқуға емес, өздеріне ұнайтын іспен айналысуға келген бір топ жігіттермен бірге басқаларды қорқыту. Мектеп көрінгендей емес, оның да қараңғы жағы бар. Сахна бір топ оқушыға ауысады. Олар баланы бопсалап, есінен танып қалғанша тұншықтырып өлтіреді. Содан кейін оны шкафқа қамап қояды. Олар ойын ойнады, бірақ бұл өте қатыгез болды. Ол жеңілген сайын оның бетінен ұратын. Ханк болып жатқанның бәрінен ләззат алды. Олар баланы дыбыс жазу бөлмесіне қамап, аяусыз ұрып соққан. Бұл ғана емес, бүкіл мектеп оның айқайын есту үшін микрофондарды қосты. Барлығы не болып жатқанын көрді және білді, бірақ ешкім сөйлеуге немесе қозғалуға батылы бармады. Келесі көріністе біздің кейіпкеріміз Саймон мектепке кірген кезде пайда болады. Оның қарапайым мұғалім емес екені белгілі болды. Ол уақытша 3 айға ғана жұмысқа қабылданады. Сол жерде ол Джан есімді басқа мұғаліммен танысады. Олар сөйлесіп жатқанда, директор олардың сөзін бөліп, Симинге дөрекі, орынсыз түсініктеме беріп, кетіп қалады. Джан ашуланып, Симин де өзін қорлық сезінеді, бірақ ол үндемейді. Біраз уақыттан кейін Симин жуынатын бөлмеде жалғыз отырады. Ол ренжіген сияқты, бірақ үндемеді. Ол өзін дәлелдеп, тұрақты жұмысқа орналасқысы келеді. Мұнда дәретханаға 2 мұғалім кіреді. Олардың бірі Симон бұрынғы уақытша мұғалім, Сошиге не болғанын, оның өзін өзі өлтіргенін білуі мүмкін деп қорқатынын айтады. Ал кейбіреулері бұл қорқытуға байланысты болды дейді. Мұны естіген Симонның жүрегі елжіреп, қатты қорқады. Ол шындықты білу үшін бірден интернеттен ақпарат іздей бастайды. Ол бұрынғы мұғалімнің де оқушылардың қорлауының құрбаны болғанын білгенде қатты таң қалды, және ол ақыры өз өмірін қиғанша оны ешкім қолдамады. Осы кезде теңізшінің телефоны шырылдады. Джан шырылдап жатыр. Қоңырау үні оның жуынатын бөлмеде болғанын көрсетеді. Сыртқа шыққанда, ол ештеңе естімегендей кейіп танытып, құлаққапты тез киіп алады. Джан оған маңызды нәрсені көрсеткісі келетінін айтады, және сол бұзақылар тобының басқа мұғалімді барлығының көзінше қорлап жатқаны туралы бейнені көрсетеді. Бейненің ортасында Симан Ханды байқап, оның артында тұрған адам екенін түсінеді. Джан оған Ханның бір кездері оқушыны қатты ұрғаны сонша, бала мектептен мүлдем кетуге мәжбүр болғанын айтады. Содан кейін ол осында көшіп келді, деп жалғастырды ол Симинге. Егер ол өз жұмысын сақтап, тұрақты жұмысқа орналасқысы келсе, ол ештеңе көрмейтін және естімейтін сияқты соқыр және саңырау болып көріну керек екенін ескертті. Симин жауап бермейді, бірақ іштей ашуланып, жанып тұр. Ол үйге келгенде жұдырығын құм төге бастайды. Сол кезде біз Симиннің ерекше екенін білеміз. Ол бұрын боксшы болған. Бір жас жігіт кіріп келеді. Ол оның ағасы болып шығады. Ол полиция қызметкері. Теңізші оған ақыры өзі армандаған жұмысқа орналасқанын, бірақ мектепте болып жатқанның бәрі дұрыс емес екенін және не істерін білмей, өзін дәрменсіз сезінетінін айтады. Біз сондай ақ олардың әкелерінің де боксшы болғанын және бір кездері ержүрек азамат деп аталатын үлкен марапатқа ие болғанын білдік. Бірақ бұл мойындаудан кейін оның өмірі түбегейлі өзгерді. Ол есінен танып, қиын жағдайға тап болды. Сумин әкесінің дұрыс нәрсені жақтағанын, бірақ соның салдарынан қарызға батқанын түсіндіреді. Ол енді оның қарызын төлеуге және жаттығу залын басқаруға мәжбүр болды. Бұл оның өз армандарын көмуіне себеп болды. Ағасы оған оның әкесі сияқты екенін айтады. Ол Томның алдында ешқашан үндемей қала алмайды. Осы кезде оның көзі жақын жерде жатқан маскаға түсіп, оның санасында бір ой пайда болады. Күндер өтіп, Саминаның өмірі қалыпты болып көрінеді. Бірақ бір күні ол сол топтың өз сыныбының Джин есімді оқушысын, олар бұрын шабуылдаған баланы қорлап жатқанын көреді. Олар оның басына полиэтилен пакетін салып, қайтадан қатты ұра бастайды. Самине қауіпсіздік камерасының әдейі жабылып, өшірілгенін байқайды. Ол енді өзін ұстай алмай, не болып жатқанын тоқтату үшін оларға қарай жүгіреді. Жолда ол Хуан есімді баланы кездестіреді. Ол оған араласпауды ескертеді. Бұл топ өте күшті және мектепті жоғарыдан төменге қарай басқарады. Бөлмеде Ханк Джинді ұстап алып, егер ол бір ауыз сөз айтса, әжесін ренжітемін деп қорқытады. Ол баланы ұрайын деп жатқанда, Симин кенеттен араша түсіп, оны бөгеп тастайды. Екеуі де құлап жатыр, бірақ ол тез орнынан тұрып, бұл кездейсоқ оқиға болды деп кейіп танытады. Ол кеткеннен кейін Ханк ашуланып, оның кім екенін сұрайды. Оның достарының бірі оған өзінің өмірін қиған мұғалімнің орнына жаңа мұғалім екенін айтты. Мұны естіген ол ашуланып, тіпті достарын ұра бастайды. Келесі көріністе біз бұрын әкесінің жаттығу залында жасырын бокспен айналысып жүргенде кездейсоқ соқтығысып қалған баланы көреміз. Ол жаттықтырушының шын мәнінде Симиннің әкесі екенін білмей, Ханктан кек алуға дайындалып жатқан. Келесі күні Симин Джинді кабинетіне шақырып, одан не болып жатқанын сұрайды. Ол оған бәрі білетінін, бірақ оған ешкім көмектеспегенін айтады. Оның орнына оған басқа мектепке ауысу керектігі айтылды. Өйткені Ханкпен бет келуге ешкімнің батылы жетпейді. Джин одан жай ғана өмір сүргісі келетінін айтып, көмектесуін өтінеді. Ол сондай-ақ полицияға барғанын, бірақ дәлелдер жеткіліксіз екенін айтады. Бұл жеткілікті болды және оған көмектесудің орнына бұзақылар оны қайтадан ұрып тастады. Ол дұрыс емес әрекет жасамаса, неге кету керектігін сұрайды. Оған не болғаны әділетсіз және жазаны солар көтеру керек. Осы кезде екі студент не болып жатқанын жасырын тыңдап,
жазып алады. Келесі күні Хангтың анасы мектептегі соңғы марапатын тойлау үшін мектепке тәттілер мен мұғалімдерге тамақ алып келеді. Сол күні кешке Самин үйде отырып, ренжіп, ашуланып, әрекет еткісі келеді. Бірақ егер ол сөйлесе, өзін қиындыққа душар ететінін біледі. Келесі күні ол Хангпен бетпе-бет келуге бел буады. Бірақ ол мен болып, оны құрметтемейді. Тіпті оған қолын көтеруге тырысады. Ол оған салқын түрде сыртқа шығуды бұйырады. Симин бір ауыз сөз айтпайды. Ол кетіп қалды. Кенеттен барлық мұғалімдер телефондарына хабарлама алды. Бұл мектеп кеңесіне оқушыны аяусыз қорлағаны туралы ресми шағым болды. Және ол көмек сұраған кезде оны ешкім қолдамады. Шағымды кім бергенін ешкім білмеді. Ханның анасы бірден бөлмеге кіріп, ашуланып, айқайлап, ұлымен кімнің проблемасы бар екенін сұрады. Оның жанында оның адвокаты болды. Ол қазір бұл қылмыстық іске айналғанын және кім жауапты болса, ол 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы және ауыр айыппұл төлеуі мүмкін екенін айтты. Егер шағым берген адам өз ісін мойындаса, олар бұл істі қараусыз қалдыруы мүмкін, деп қосты ол. Осы кезде Юнг ішке кіріп, әділдік деген нәрсе бар екенін айтты. Егер сотта шындық ашылса, шағым берген адам жазаланбайды. Жаза қылмысты шынымен жасағандарға жүктеледі. Адвокат не деп жауап берерін білмей, үнсіз қалды. Бірақ Ханның анасы одан бетер ашуланды. Ол адвокатты шапалақпен ұрды. Содан кейін Чанды артқа итеріп жіберді. Оған айқайлап, оны осының бәрінің артында тұр деп айыптады. Ол Чанның өткен жылы да солай істегенін айтты. Бірақ содан кейін олар мұны сабырмен шешті. Ол бұл жолы оның назардан тыс қалуына жол бермес еді. Ол Чан үндемейді деп ойлады, бірақ оның орнына бәрін бүлдірді. Директор араласуға тырысты, бірақ ол ашуланып оған қарап, егер ол директор болғысы келсе, шағымды кім бергенін анықтау керек екенін айтты. Содан кейін Симин алға шығып, тізе бүгіп, шағымды өзі бергенін айтты. Ол кешірім сұрады. Ханның анасы оның кім екенін ешкім білмейтінін айтып, не істегенін түсінетінін сұрап, оны қорлай бастады. Содан кейін ол мектеп директорына хабарласып, оны дереу жұмыстан шығаруды бұйырды. Ханг анасының қасында тұрып, Джинге қарап, оның ешқашан қашып кетпейтінін, оны үнемі қуып жүретінін айтты. Кейінірек Ханг анасымен және мектеп директорымен кездесті. Тіпті анасы да оны толықтай басқара алмайтыны белгілі болды. Ол мектеп директорына теңізшіні жұмыстан шығармауды бұйырды. Егер ол қазір кетсе, оған өзі сабақ бере алмайды. Біраз уақыттан кейін теңізші кішкентай мейрамханада отырғанда, Ханг пен оның тобы сонда кірді. Олар оны қоршап алып, мазақ ете бастады. Ол оған жұмыстан шығарылмағанын, өйткені ол қазір оның бақылауында екенін және оның айтқанын дәл орындайтынын айтты. Симеон үндемеді де, кетуге тырысты, бірақ ол ашуланып, оны ұстап алып, құлағына сыбырлап жақындатты. Егер ол өз жұмысын сақтап қалғысы келсе, оған бағынсын деп. Ол тіпті оның сүйіктісі болғаны жақсы болар еді, өйткені ол оны жақсы көретінін айтты. Симеон оны елемеді. Бұл оны қорқытуға мәжбүр етті. Егер ол тыңдамаса, оның соңы оның қолында болар еді. Қайтар жолда ол кездейсоқ бір адамға соқтығысып, кешірім сұрағаннан кейін кетуге әрекеттенген. Бірақ ер адам кенет артына бұрылып, оны қатты ұрып, оған тіл тигізіп айқайлады. Тіпті соққыға жығылғаннан кейін де ол оны елемеуге тырысты, бірақ ол айқайлап қорқыта берді. Осы кезде Симеонның ішінде бірдеңе сынып қалды. Ол осы уақыт бойы үндемеудің үлкен қателік екенін түсінді. Ер адам оны ұру үшін қолын қайта көтергенде, бұл жолы ол үндемеді. Ол тез бұрылып, аяғын көтеріп, бетіне қатты соққы берді. Ол оны бірден есінен тандырды. Осы уақытта Ханг өз тобымен бірге баскетбол алаңында болды. Тағы бір бала ойын кезінде кездейсоқ соқтығысып қалды. Бірақ Ханг оны ұстап алып, ұра бастады. Бұл екі топ арасында жаппай төбелеске әкелді. Саймон не болып жатқанын алыстан көрді. Ол ешкім танымас үшін мысық тәрізді маска киіп, содан кейін оларға қарай жүгірді. Ол жақындай бергенде Хангты ұрып, оны құлатты. Төбелес тез басталып, Саймон оны барлығының көзінше аяусыз ұрып тастады. Бұл нағыз хаос болды. Соққылар, қан, студенттер жан-жаққа шашырап кетті. Кенеттен полиция келгенше, барлығы үрейленіп, жасырыну үшін егеуқұйрықтар сияқты жүгіруге асықты. Бірақ іштей Саймон керемет қанағат сезінді. Ол Хангты жеңгені үшін ғана емес, сонымен бірге ол алғаш рет өзін шынымен қорғай алғаны үшін де. Дәл осы сәтте ол бұрын кездескен бала оның маскасын шешіп жатқанын көріп, бәрін түсінді. Оның бәрінің артында Саймон тұрды. Ол бақытты болды, өйткені ол әкесінің жаттығу залында жасырын түрде бокспен айналысқан бала еді. Келесі күні бүкіл мектепте хаос болды. Бұл хабар барлық жерге тарады. Барлық оқушылар Ханды мазақ етті. Ол сыныпқа кіргенде үстелінен бетперде үлгісін тауып алды. Ол қарып жіберді. Бұл кезде Джон жаттықтырушысымен жасырын түрде жаттығып жүрген. Ол Сейманның жаттықтырушының қызы екенін білгенде қатты таңғалды. Ол бір кездері әкесі одан бас тартқан қыз еді. Сонымен бірге жағдай нашарлай берді. Маусым айын бұрынғыдан да қатты қорлады. Олар оның көйлегін жұлып алып, қорлап, тамақ әкелуді бұйырды. Джон қорқып, ұялып қалды. Ол өзі жұмыс істейтін мейрамханаға жүгірді. Осының бәрін көрген ол енді үндемей қала алмай, Сименді іздеуге асықты. Тынысы тарылып, оған бәрін айтып берді. Ол оның құпиясын білетінін, оның мысық маскасын киіп, Хангты ұрып, соғып жүргенін мойындады. Ол сондай ақ полицияға қоңырау шалып, бұл оқиғаны мектепте таратқан адам екенін мойындады.
Осылайша барлығы Ханк туралы шындықты білді. Осы кезде жан азап пен ашуға булығып, жақын жерде жатқан пышақты тауып алды. Ол оны ұстап алып, Ханкты өлтірмекші болып, жынды сияқты жүгірді. Дәл осы сәтте Саймон дәл сол жерге келді. Бірақ Ханктың тобы оны күтіп тұрды. Ол кірген бойда олар оған шабуыл жасап, кездейсоқ ұра бастады. Бірақ бұл жолы ол берілмеді. Ол соққыдан кейін соққы беріп, қарсылық көрсетті. Оның әрбір қимылы алдыңғысына қарағанда көбірек ауырды. Бұл жолы оның бойында қорқыныш жоқ. Тек оның ішінде жанып тұрған от болды. Ол аяғынан нық тұрып, Хэнктің бетіне қатты соққы берді. Ол ақыры бас тартқанға дейін. Кенет қолына пышақ ұстаған Джин оқиға орнына кіріп кетті. Оның көздері қызарып, ашу мен азапқа толы болды. Оның кек алудан басқа ештеңе көрмегені анық еді. Теңізші оны көрген сәтте ол бәрін түсінді. Егер бұл пышақ Ханның денесіне қадалып қалса, оның өмірі мәңгілікке бітер еді. Ол алға ұмтылып, екеуінің арасына кірді. Ханға арналған пышақ оның орнына Симеонға қадалған. Джин ауырып айқайлап, жылап тізерлеп құлады. Ол одан өте алмады. Ол өлтіруші бола алмады. Ол оны істей алмайтынын айтқан кезде оның дауысы бұзылды. Осы кезде мейрамхананың қожайыны келіп, екеуін де алып кетті. Осыдан кейін Симин ауруханаға жеткізілді. Ол оянғанда полицияға ештеңе айтудан бас тартты. Ол шындық шықса, жанның өмірі бұзылатынын білді. Бұл арада Ханк бетперде киген қаскүнемнің кім екенін әлі білмеді. Бірақ кенеттен сол мысық маскасын киген басқа адам пайда болды. Ол Ханктан кек алу үшін келген Симонстың әкесі болып шықты. Алайда, ол ештеңе істей алмай жатып, Ханк оны құлатып, қатты ұра бастады. Ол кезде Саймон ауруханадан жаңа ғана шыққан болатын. Ол жерде жатқан әкесін көргенде не болғанын бірден түсінді. Ол үшін Ханк келді, бірақ оны қорлап, ұрып соққан. Оның әкесі. Ол көлікте отырған кезде, ол ұлттық чемпионаттың финалдық ойыны туралы естеліктерге толы болды. Онда ол керемет өнер көрсетті, бірақ кенеттен матчтан бас тартып, жеңіліп қалды. Әкесі ашуланып, оған айқайлап, өзінің барлық ауыр жұмысын осылай қалай тастауға болатынын сұрады. Ол кезде әкесі қарызға батып, бәрінен айырылу алдында тұрған. Оның жаттықтырушысы оған әкесінің жаттығу залын құтқару үшін сол матчта жеңіліп қалуын арнайы айтқан болатын. Оның басқа амалы қалмады. Ол әкесі үшін арманын құрбан етті, бірақ ол оны ешқашан түсінбеді. Ол оған бәрін бүлдірдім деп айқайлады. Және сол күннен бастап ол енді оның қызы емес екенін, қызының рингте қайтыс болғанын айтты. Қазіргі уақытқа оралғанда, Симина төсекте жатып, әкесінің бірдеңе айтқанын естіді. Ол өзінің арманын құрбан еткен және қолынан келмейтін нәрсені жасаған және оны қорғай алмайтын адам екенін мойындады. Келесі күні Хэнк мектепте кезіп, барлығын мұқият бақылай бастады. Ол бетперде киген адамның қолының зақымданғанын білді және оларды табуға бел буды. Олар оқушыларды бір-бірлеп тексере бастады. Қолдарын тексеріп, мектепті төңкеріп тастады. Бірақ ештеңе таппады. Сонымен бірге Джен Симинге оның жақын арада тұрақты мұғалім болатынын айтты. Бірақ Ханның күдігі арта берді. Содан кейін ол біртүрлі нәрсені байқады. Ол Саминнің бетперде киген жауынгерден алған соққысымен таныс бокс қимылын жасағанын көрді. Сол сәтте ол мысықтың маскасының артында жасырынған Самин екеніне сенімді болды. Ол оның артынан мұғалімдер бөлмесіне барды. Онда ол телефонмен сөйлесіп, ақыры тұрақты мұғалім болғанын қуана айтты. Ханк ішке кіріп, оның қолынан ұстап, оны тапқанын айтты. Ол оған пышақ оған арналмағанын, оның араша түсіп, Джинді құтқарып жатқанда оған арналған соққыны қабылдағанын айтты. Кенеттен ол полиэтилен пакетін суырып алып, оны дәл қазір өлтіруі мүмкін деп сыбырлап, бетіне жауып тастады. Бірақ бұл қызықсыз болар еді. Содан кейін ол жыл сайынғы мектеп фестивалінің постерін байқады. Оның жүзінен сұмдық күлкі тарап кетті. Ол сынға түсуді, бокс кешін өткізуді ұсынғанда, егер ол келмесе, ол Джиннің пышақ ұстаған видеосын жариялап, оны өлтірмек болған адам ретінде барлығының алдына шығарар еді. Самин оған қарап, мұның бәрі ол үшін жай ғана ойын екенін айтты. Содан кейін ол оған бір сұрақ қойды. Ол жасаған әрекеті үшін өзін кінәлі сезінді ме? Хэн мазақ етіп күлді де оған мүлде ұқсамайтынын, оның мүлде ешкім емес екенін, тек кедей болып туылған және кедей болып өлетін адам екенін айтты. Олар Ханның сыртта тұрып, әр сөзін еститінін білмеді. Осыдан кейін Симинге жүректі ауыртатын хабар келді. Джин басқа мектепке ауысты. Ол оның үйіне асығады. Сонда ол әжесімен кездеседі. Ол жерде шындықты білетін болады. Джиннің әжесі өте кедей, дәрменсіз әйел және Симин оны бұрыннан білетін, өйткені ол оған бұрын бірнеше рет көмектескен. Әжесі Симиннен немересін құтқаруын өтінеді. Ол өзінің бүкіл болашағын ол үшін құрбан еткенін және оны қорғау үшін бүкіл әлеммен бетпе-бет келгенін айтады. Бұл кезде Джин шатырдың шетінде тұр, оның көздері ауырып тұр. Ол секіруге дайын. Саймон мүмкіндігінше жылдам жүгіріп келе жатыр және оның тұңғиықтың шетінде тұрғанын, әбден сынғанын және төмен түсуге дайын екенін көреді. Көзіне жас алып, ол оған, мені кешір, дейді. Мен саған қасыңда болатынымды айттым, бірақ одан ештеңе шықпады. Ол оған шошып қарап,
Бір күні оған неге бұлай әрекет еткендерін сұрағанын айтады. Ол бірдеңені дұрыс істемеген шығар деп ойлады. Бірақ олар мұны тек көңіл көтеру үшін істеп жатқандарын айтты. Бұл көңілді сөзі оны кез келген пышақтан да қатты жарақаттады. Ол артқа шегіне бастады. Бірақ Самин оның қолынан мықтап ұстады. Джин бір ауыр естелікті есіне алады. Бір күні ол әжесінің қорланғанын көрді. Хэнк тобы ол оған қосылуға тырысты, бірақ олар оны аяусыз ұрып тастады. Ренжігеніне қарамастан, ол олардан маған қалағаныңды істе, оны жалғыз қалдыр, деп жалбарынды. Ханк оны мазақ етіп, оған жерден тамақ жеуді бұйырды. Қазіргі уақытқа оралғанда, теңізші оның қолын мықтап ұстап, біз мұны бірге аяқтаймыз, дейді. Мектеп фестивалі өтетін күні теңізші мен Ханк арасында бокс кеші өтеді. Бірақ күтпеген жағдай орын алады. Барлық оқушылар мысық маскасын киеді. Иә, бұл әділдіктің символы. Аңызға айналған маска тарихтың айналасына жиналды. Оның бәрінің артында әкесінің жаттығу залында жасырын жаттығып жүрген бала тұрды. Оның күшіне әу бастан сенген адам. Саймон матчқа дайындалып жатқанда, мысық маскасын киген қыз оны құпия хабарлама жібергендей шетке тартып алады. Саймон оның көзіне қараған кезде, ол өзінің өткен айнасына қарап тұрғандай сезінеді. Естеліктер оған жаңа күшпен оралды. Ол өзінің қатал күрескер, басқаларды қорғаған адам болғанын есіне алады. Және одан да көп нәрсені армандады. Оның басында, егер сен қазір аяғыңнан тұрмасаң, ештеңе ешқашан өзгермейді деген дауыс жаңғырады. Рингке шыққанда оның жүрегі табандылыққа толы болады. Әкесі үнсіз оның алдында отырады және оны мұқият бақылайды. Матч басталады. Ханк хайуан сияқты шабуылдап, оны аяусыз пышақтап тастайды. Оның шашы бос. Егер сен бетіңді ашсаң, оның шеке басы да ашылады. Жұрт тынысы тарылып жатыр. Бұл қыз ғой. Бетперде киген күрескер осы уақыт бойы қыз болған. Ханк өзін жеңдім деп ойлап жымиды. Бірақ Симеонның ішіндегі бірдеңе үзіліп қалды. Ол неліктен өзі үшін ғана емес, құрбандар үшін, Джин үшін, қанмен жабылған, бірақ жойылмайтын әділеттілік үшін күресіп жатқанын есіне алады. Ол бойының биіктігінде тұрып, мен сені ренжіткендердің барлығының алдында тізе бүктіремін, дейді. Сен басқаларға жасаған қорлығыңды сезінесің. Көпшіліктің дауысы оған маскасын шеш деп айқайлайды. Бірақ теңізші оны өзі шешіп, барлығына өзінің жеке басын ашады. Ал көпшілік оған маскасын шеш деп айқайлайды. Көпшілік оның жанында тұрады. Төбелес жалғасуда, бұл жолы теңізші басым. Ол Ханкқа қатты соққы береді. Күзетші төбелесті тоқтату үшін бөлмеге кіріп келеді. Бірақ Ханк бұл ашық жекпе-жек екенін айтып, оны итеріп жібереді. Ешкім араласпайды, сөйлемейді. Ол оны аяқтауға тырысады. Бірақ ол ашуланып жарылып, одан да қатты қарсылық көрсетеді. Дүрбелеңде ол кездейсоқ күзетшіні қағып кетті. Содан кейін Симин рингтен ұшып шыққан соңғы күшті соққыны береді. Ол оған жақындап, Джиннен тез арада кешірім сұрауын өтінді. Ол әлі де тәкаппар және бас тартады. Джин жайбарақат алға шығып, маған сенің кешірімің керек емес, дейді. Сен әлдеқашан жеңіліп қалдың. Бірақ Ханк ағаш тақтайшаны алып, қайтадан шабуыл жасауға тырысады. Бұл жолы Симеон оның басынан соңғы соққысын алып, оны толығымен нокаутқа жіберді. Осыдан кейін Джин Ханктың үстінен ресми шағым түсіреді. Тағы бір қыз алға шығып, мектептегі зорлық-зомбылық туралы да бейне дәлелдер келтіру арқылы хабарлағысы келетінін айтады. Ақыры шындық шығады. Ханның қорлауы мен мұғалімнің өз-өзіне қол жұмсауы әшкереленді. Бәрі оны шын мәнінде кім екенін көреді. Теңізші мұғалімдік жұмысын тастап, әкесінің спорт залы қайта ашылады. Бұл жаңа бастама. Маусым да сонда жаттығуды бастайды. Кейінірек теңізші өз үстеліне отырып, жаңа мектеп іздейді. Ол елдегі ең жақсы мектепті табады. Бірақ бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Ол неғұрлым тереңірек қараса, оның құпиялары соғұрлым қараңғы болады. Осыдан бірнеше күн бұрын осы мектептің бір оқушысы өз өмірін қиды. Осының әсерінен Симин осы мектепте оқытушылық қызметке орналасуға шешім қабылдады. Сұхбат күні үлкен кампусты аралап келе жатқанда, қара көлік тоқтап қалды. Одан бір қыз шығып кетті. Бұл студенттің өз-өзіне қол жұмсауына қатысты мақалада айтылған қыз. Олардың көзқарастары тоғысады. Қыз жүргізушіге менсінбей қарап, оны барлығының көзінше ұятсыз және өкінішсіз қорлай бастайды. Симина не болып жатқанын үнсіз бақылап отырады. Бірақ бұл жолы ол жай ғана сырттан бақылаушы емес, ол дайын. Сұхбат кезінде одан неге ол жерде жұмыс істегісі келетінін сұрайды. Саймон жайбарақат жымиып, мен барлық сүйіспеншілігімді осы жердегі студенттерге бергім келеді және оларға өзім үйренгенімнің бәрін үйреткім келеді, дейді. Камера бұрылып, жаңа директордың бір кездері Саймонның қасында ешкім болмаған кезде тұрған әйел екенін көрсетеді. Симина кетуге тұрғанда, сөмкесі сәл ашылып, ішінде маска көрінеді. Осы кезде біз бәрін түсінеміз. Симина жаңа тапсырмаға, жаңа шайқасқа, жаңа бұзақыға келді. Және бұл жолы ол дайын. Біздің әңгімеміз осымен аяқталады. Лайк басып, жазылыңыз. Келесі серияда кездескен